строительный магазин ашып, автоматизация істейміз деп сәл. Вайфон компаниясы өте мынандай ыңғайлы екен заттар. Бірақ өте огромный минус бар. Вообще қосуға жете емес. Вайфонда приемка жасайсыз, мысалы 63 мың теңгені, оған 30 мың теңгесін Каспий, ана наличка қылып беретін болсаңыз, оны төлейтін болсаңыз, ондай нәрсе жоқ ше. Бұда екі ақ түр бар, короче. Денежный баланс немесе картамен, Каспиймен да, короче, екеуін біреуін ақ төлей аласың. Мысалы, сенде аяғыңда 30 мың, аяғыңда 40 мың теңге оқаса, екеуін смешанный оплата жасамайсың. Мысалы, мен кейбір заттарды қарызға аламын, реализация. Мысалы, мынаның 10 мың теңгесін жіберсем, нерден 10 мың теңгесін төлей алмаймын ше. Бұл базада, базовый нәрсе жоқ, мынау Вайфонда бар ғой. Қосқалы бер айтып келіп жатыр, не қылып жатыр, не ақшамды қайтармайды, не қылмайды, короче. Білмеймін, бар ғой, учетный системаға мұны жатпайды, мынау программа бар, конкретно айтайын. Кім разработкасын істесе де, что-то жұмыс істемеген адам ба, короче. Өкіметте жұмыс істеп келген адам ба, короче, финансы деген еді бардак болып отыр, короче. Мына жерде мынандай ақша, мысалы, қазір менде жоқ ше. Мынаған 510 мың теңге да. Мен төледім деп ұрайын десем, төлеп анақта ұрылмайды да. Мен полный ұру керекпін да. Короче, тентек болып отырмын. И мынандай блокнот арнап отырып, короче, бұған енді төлеп отырық. Төлеп қойған мен бір жылына. Бірақ мен блокнот арнап отырмын. Бірлікке жоламаңыздар. Короче, программаны тексеріңіздер. Бірінші сондайлар бар ма деп мен жерден пробный көріңіздер. Қосайын деп жатыр, анау мынау дегенге сенбеңіздер. Алаяқтар, короче.